Так, қайырлы күн. Arduino Uno R4. Осыған дейін сабақтарда барлығында R3-пен жүрген болатын. R4 шыққаннан бері осы R4-ті алу керек деп жүріп, осы алу мүмкіндігі түсті. Көңіл бөліп. Бұл R4-те яғни мынау жарық диодтар матрицасы. Сонымен бірге дейтін көрсетер программа жүктеу Type-C мен ESP-дің чипі, яғни бұнда Wi-Fi-ға қосылады, сонымен бірге Bluetooth-ға да қосылады, жұмыстан алады. Соны тексеру үшін мынандай программа жазып қарап жатырмыз. Мынау Wi-Fi именно Arduino R4-ке арналған кітапханалар. Wi-Fi S3 дегенмен Wi-Fi сервер. Менде жарық диод бар, пьезо элемент бар, батырма бар. Бұл деген мынандай нәрсе. Егер де біреу мысалға не істейтін болса, үйге келіп мысалға жарық диодты батырманы басып қалатын істеген нәрсе ойнағанда неден кіріп, браузерден кіріп ажыратып тастауға болатындай. Тексеру үшін Wi-Fi-ға қосылған тексеру үшін жасалған нәрсе. Мен кейін басылдым, мысалы ойнап жатыр да. Қазір қалай болатын жұмсайым, программа басам басатайын. Так, сонымен менде Wi-Fi-ім Bilcamp Wi-Fi-ға қосылады. Жарық диодтар output режимде Wi-Fi-ға қосылу жүріп жатыр. Wi-Fi-ға қосылуда деген шығады, қосылуда деген шығады. Сосын IP мекен-жай шығады. IP адрес деген ол яғни веб-браузер страница ашу үшін. Сосын одан дейтін браузерді Arduino'ның өзі жасайды, яғни HTML форматта браузер өзі жасайды. Яғни HTML форматта, онда мысалға alarm control дейді, яғни double сигналды жүйесі де. Сосын Arduino double системасы жүйесі деген. Сонда екі батырма тұрады, яғни on, off-та қосу, ажырату деген. Енді мен неге ондай ағылшынша атаумен жазып қойдым, себебі қазақша атаумен жазылған нәрселерді алмайды. Иероглиф ретінде көрсетіп тұрады, сосын қалған бәрінде қазақша кете береді. Сонымен бірінші IP адрес алу үшін монитор портқа қосамын. Мінекей 9600 бот. Сонымен Wi-Fi-ға қосылу. Wi-Fi-ға қосылды. Міне IP мекен-жай. Мінекей мына IP. Так, мына IP-ді көшіріп алайын. Так, кіремін IP-ға. IP адреске қосылды. Міне Arduino Alarm System. Енді мынаны басайын. Сигнал жүріп жатыр. Мынадан off дегенді бассам, менде ажыратылды. On дегенді басатын болсам, менде қосылады. Мынадан қайтадан ажыратуға. Бұл Arduino R4-тің мүмкіндігі. Яғни бұрынғы Arduino R3-те біздер Wi-Fi-ға қосылу үшін бөлек Wi-Fi модулі алып, оны жалғап, оны бөлек программа жазатын еді. Қазір уже Wi-Fi мен Bluetooth ішінде встроенный бар. Яғни мынада ондай мүмкіндік жоқ. R3-те оларға Bluetooth-ге бөлек Bluetooth модуль, Wi-Fi-ға бөлек Wi-Fi модуль қажет болады.